WhatsApp ағайындар, қалдарыңыз қалай? Бәрі жақсы ма? Егер дәл сіз қазіргі уақытта тамақ немесе шай ішіп отырсаңыз, сіздерге астарыңыз дәмді болсын дейміз. Ендеше, бастайық. Өздеріңіз видеоның тақырыбында көріп отқандай, бүгін бізде әлемдегі ең мықты процессорлардың бірі AMD Ryzen 9 9950X3-ті және Aorus Master 5070 Ti. Енді біз бұл процессорды ең мықты деп айту өз себебіміз бар. Біз уже бұл процессормен тест жасап көрдік. Әсіресе Cinebench R23-те өте көп балл жинап жатыр. Ал оны біз бүгінгі видеода анықтап барлығын көрсетіп кетеміз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Біз алдыңғы мына видеода Ryzen 7 7800X3-ті және дәл осы видеокарта болатын. Сол видеоны өздеріңіз көрсеңіздер болады. Біз ссылкасын тастап кетеміз. Және дәл сол компьютерді біз бүгін апгрейд жасайтын боламыз. Ал апгрейдті біз жұмысқа арнап жинадық. Апгрейд жасағаннан кейін біз көптеген комплектующиларды ауыстырдық. Ал соның ішінде ауыспаған тек қана осы видеокарта және материнская плата. Енді осы жаңа компьютерді таныстыруды материнкадан бастайын. Бұл сол алдыңғы Aorus Pro X770. Айтпақшы, бұл плата алдыңғы ASRockпен салыстырғанда кішкене салқындау келеді. Ал біз мына жерге характеристикасын көрсетіп кетеміз. Өздеріңіз пауза басып көрсеңіздер болады. Видеокарта бізде Aorus Master 5070 Ti. Біздің бұл туралы видеоларымыз бар. Және бұл көлемі өте үлкен болып кетті. Сондықтан сіздерде тіреуіш болғаны жөн. Алдында кішкене дисплейі бар. Онда анимация, GIF, фото, немесе комптың түрлі көрсеткіштер, яғни TDP градус деген сияқты қоя бересіздер. Әрине біз бұл видеокартаның характеристикасын сіздерге көрсетіп кетеміз. Жалпы жұмысқа өте жақсы, рендер тез жасайды. Алдыңғы 4070 Ti мен салыстырғанда чиптері ауыспаған. CUDA ядрлар 7680 екеуінде де сондай. Nvidia жай ғана атын ауыстырып қойған секілді. Бірақ ол деген сөз 5070 Ti әлсіз деген сөз емес. Бұның да өзінің өзгерістері бар. Яғни жоғарғы жиілік, жады жылдамырақ, қуат тұтынуы күшейтілген және осыларының арқасында көбірек FPS беріп тұр десек болады. Енді бізде процессорлардың ішіндегі королі деп айтсақ болатын шығар. AMD Ryzen 9 9950X3-ті. Енді сіздер ойлап жатқан шығарсыздар, неге король деп? Енді қараңыздаршы, Cinebench R23-те 43.000 балл. Вау, просто вау. Орысша айтқан кезде мой шоке деген бір сөз бар ғой. Шынын айтсам, мен бұл процессордың тесттерін былай қарамаған болатын, сондықтан кішкене таң қалып тұрмын осындай көрсеткіш көрсеткеніне. Бұл еще разгонсыз жай ғана XMP және POV -20 қостым. Тесттерге қарасам, Intel'дің королі Core i9 14900K-ді 10-15%-ға ұтып жатыр. Ойыннан да, рендерден де. 14900K Spider-Man немесе тағы 1-2 ойындарда теңесіп тіпті озып та жатыр. Бірақ шамалы ғана. Хотя AMD ресми өзінің презентациясын жасаған кезде ойбай деп бір үлкен пайыздарды айтқан болатын. Бірақ десе де бұл процессорды мықты деп мойындауымыз керек. Енді бұл процессорге кішкене сипаттама айтып кете салайын. 16 ядро, 32 поток, бастапқы жиілік 4.3 ГГц, буст жиілік 5.7 ГГц. Және айта кететін жайт, бұл процессорды разгон жасауға болады. Негізінде бұл өте жақсы жаңалық, себебі алдыңғы 7800X3-да разгон жасау мүмкіндігі болмаған. Бұл процессордың L3 кеші өте көп, 128 мегабайт. Ал процессор жұмыс жасамай тұрғанда 45-50 градусқа дейін барады. L3 кештің арқасында. Ал толық сипаттаманы экраннан көрсеңіздер болады. Ал енді бізге озу керек. Ал озу бізде Corsair Vengeance 64 гигабайт, яғни 32-ден 2 планка. XMP және Expo режимде тайминг стандартный 30, 36, 36, 76, 1.4 вольт. Енді әзірше ештеңе айта алмаймын. Алда уақытта біз тест жасап, видео шығаратын боламыз. Сондықтан біздің видеоларымызды мән беріп қарап жүріңіздер. Жады бізде Aorus Game 5 10000 SSD. Сипаттамасы сыйымдылығы 1 терабайт, форм фактор M2 2280, интерфейс PCIe 5. Оқу жылдамдығы 10000 мегабит секундқа дейін, жазу жылдамдығы 9500 мегабит секундқа дейін. Енді әрине 1 терабайт жұмысқа жетпейді, сондықтан бізде екінші жады бар, ол Samsung 990 Pro 2 терабайт, PCIe 4,
оқу жылдамдығы 7500, жазу жылдамдығы 6900 мегабит секундына. Водянка бізде Arctic Liquid Freezer версиясы 3, 420 мм. Түрі жабық типті сұйық салқындату жүйесі, сыйысымдылық Intel LGA 1700, 1200, 115X, 2066, ал AMD-де AM4, AM5. Радиатор өлшемі 420 мм, яғни 140 мм вентилятордан үшеу кетеді. Маған как раз осындай водянка керек, себебі Ryzen 9-9950X3-ті әжептәуір қызады, хотя 200 ваттқа бармайды. Бірақ десе де кэш жадын ұмытпауымыз керек, себебі кэш жады барлығы тығыз орналасқандықтан температура жоғары көрсетеді. Әрине мен желдеткіштерін ауыстырып, Lanley 140 Infinity қойдым. Оның жылдамдығы 1600 RPM-ге дейін барады. Сосын бізде әрине қуат блогы, ол тоже Lanley Edge 1000G. Сипаттамасы қуат 1000 Вт, сертификат 80+ Gold, өте жоғары тиімділік 92-94%. Форм-фактор ATX 3, PCIe 5 қабылдайды. Ал енді қосылулар 12 VH Power'дан біреу, 16 пин кабелі, RTX 4070 Ti, 5070 Ti сияқты карталарға. SATA кабель 6, PCIe 4, 8 пин, CPU 8 пин 2, 24 пин ATX. Бұл қуат блогы өте әдемі және құрауға оңай, және бір ұнаған жері ол қосымша хаб. Ол не дейсіздер? Оған мат платада жетіспей жатқан 4 пинді және 5 пинді разъемдар, білмейтіндер болса 4 және 5 пин ол желдеткіштерге немесе USB разъемдар. Оны прямой мат платамен MB сигнал арқылы жалғау қажет. Ол MB сигналды ерекше түспен көрсетіп қойған. Енді осы барлық жиынтықтың үйіне келдік деп айтсақ болатын шығар, яғни корпус. Корпус бізде тағы да Lanley-тікі, Lanley Omega 11 Dynamic Evo XL. Ал енді сипаттамасына келейік. Форм-фактор Full Tower, радиатор қолдауы 420 мм, жоғарғы төменгі бүйіргі. GPU ұзындығы 446 мм-ге дейін. Көріп тұрғандай алды және жанында стекло, алдында RGB жарықтары, қосу өшіру басқармасы, перезагрузка батырмасы, RGB басқармасы. Және астыңғы жағында 4 USB 3.0, 1 USB 3.1 Type-C, бір аудио комбо джек. Және бүкіл жағына 140 мм желдеткіш орнатуға болады. Артқы жағында бір 120 мм-ден басқа. Іші кең, жинауға ыңғайлы, бірақ салмағы өте ауыр. Әсіресе полный компты жинаған соң, оны көтеруде үлкен жұмыс. Корпустың өзінің родной желдеткіштері жоқ, сондықтан мен Lanley-дің желдеткіштерін алдым. 120 мм жанына дисплейі бар, Lanley Unifan SL Wireless LCD 120 қойдым. Бір комплект, яғни бір қорапта үшеу бір-біріне киіледі. Және дисплей үшеуінде де бар. Әр түрлі анимация, фото немесе көрсеткіштер қоя аласыз. Енді дисплей болған соң қалаған нәрсеңді істейсің. Енді астына 120 мм тура осы, бірақ дисплейсіз. Ол да wireless, яғни Bluetooth-бен істейді. Енді біреуі артына 120 мм ауа сыртқа шығару. Ол да осы Lanley Unifanның желдеткіші.
Енді Counter-Strike 2-ден бастайық. Бірінші киберспортивный настройкамен разрешение 1280-ге 1024, монитор 144 ГГц. Көріп тұрсаңыздар, видеокарта 47-50 градус, 60-80% жұмыс жасап тұр. Ал TDP, яғни тоқ күші 150-170 Вт тұтынып жатыр. Ал процессор 60 градус, 20-21% ғана жұмыс істеп тұр. TDP 120 Вт. Енді бұл мынадай разрешениеде әрине нагрузка жоқ, сондықтан қиналмай жұмыс жасайды. FPC бізде 450 мен 600-ді көрсетіп тұр. Бұл жерде ұмытпаймыз, мен OBS-ті мықты кодекпен запись жасап отырмын. Және MSI Afterburner, Riva Tuner, яғни FPS көрсеткіштер қосылып тұр. Ал енді 4К тексеріп көреміз. Видеокарта 58 градус, енді карта 99% бен 240 Вт тұтына бастады. Ал процессор 62 градус, 18-20% жұмыс істеп жатыр. TDP 120 Вт. Сосын мына жерде скорость 5500 МГц пен ғана жұмыс істеп тұр. Неге? Ұмытпаймыз, мен POV-20 қосқан болатын. FPS среднем 250-ді көрсетіп тұр. Ал енді Forza Horizon. Настройка экранда бәрі экстремалды 4К. Бұл жерде DLSS қосулы, бірақ мен ештеңе өзгерткен жоқпын. Бәрі автода тұр. Тура сол көрсеткіш, карта 58-60 градус, 99% жұмыс жасап тұр. TDP 240, процессор 59-60 градус. Вообще қиналмай тұр. Почему-то 13%-пен істеп тұр. TDP 85 Вт, яғни CPU-ға көп нагрузка бермейтін ойын екен. FPS 160 пен 170 арасы. You're back with Amy and Horizon, and it is time for our big finale. The biggest race of them all. A big circuit so big, it makes all the other big circuits look
tiddly. Bigness personified. Bigly Biggington. Ал енді DLSS-ті сверхвысокая производительность қойып тексереміз. Бұл жерде бәрі солай жұмыс істеп тұр, тек қана DLSS өз жұмысын атқарып жатыр. Яғни FPS 180, ал кейбір жерлерде 200-ге барып жатыр. Ал енді қазіргі таңда хит болып жүрген ойын The Elder Scrolls 4 Oblivion или Oblivion Remastered 4K DLSS өшірген кезде FPS 45-50 кадрға түсіп кетті, бірақ ойында қатты байқалмайды. Ал видеода 30 кадрмен түсіргенбіз. Сондықтан видеода кішкене қатып жатыр. Damn it! The gate is barred from the other side. A trap! What about that side passage back there? Ал енді DLSS-ті қосамыз, FPS әрине 250-ге көтеріліп кетті. Картинада ешқандай өзгеріс жоқ, бәрі детально, четко көрсетіп тұр. DLSS 4 өзінің жұмысын атқарып тұр десек болады. Protect the Emperor until help arrives. Help? What makes you think help will get here before more of those battles? Here they come We again! need to get the Emperor out of here. You thought we'd go down For easy? the Emperor! You're lucky I like you. Otherwise, you'd be dead already. Oblivion! Thank you! Yeah!
Damn it, it's that prisoner again. Kill her. She might be working with the assassins. No, she is not one of them. She can help us. She must help us. As you wish, sire. Come closer. I'd prefer not to have to shout out. They cannot understand why I trust you. How? Listen, I've set the sky. The signs I read show the your You may as well make yourself useful here. We're the Emperor's body, although... We're the Emperor's bodyguard. We're the Emperor, although... Stick close and let us do our job. We'll be all right. You handled yourself pretty well back there. Just keep out of... That the best you can do? Take you. Take them down. Prisoner, the Emperor needs help. Don't push me. You don't want to do that again. Take them down! Don't push. You don't want to do that again. The Emperor. You're lucky I like you. That's... You're lucky I like you. That's not... You're lucky I like you. That's not... You're lucky I like you. Otherwise you'd be... That's not smart. That's not... You're lucky I like you. You're lucky... That's... Do you have a death wish? Don't say I didn't warn you. Oblivion! Take you! Mara's mercy on you. Mara's mercy on you. Talos preserve us. Oblivion take you. Talos preserve us. Go down easy. Oblivion take you. The Long Dark. Качество экранда көріп тұрғандай бәрі максимумда тұр. Now the pale morning sings of forgotten things. She plays the tune for those who wish to overlook. Astrid. Astrid!
The Joker. Seems about right. FPS ойынның басында мұнда көріп тұрсаңдар 170 FPS-те тұр. Карта 62 градус, бірақ бұл жерде байқасаңыздар 286-290 ваттпен жұмыс жасап жатыр. Картаны кәдімгідей жұмыс істетіп жатыр. Бірақ градус бір қалыпты, 60-тан сәл ғана асып тұр. Ал процессорымыз вообще тоқтады десек болады, 8%. Ал TDP 80 ватт, FPS 170. Great Bear Island. Dad used to fly there all the time. He said it used to be beautiful. Not much reason to go there these days, since the quakes and all. Well, here we are, old girl. Your best flights may be behind you, but you're still beautiful to me. And anyways, you're all I've got. I'd sure love to give you one last great adventure. I don't remember needing my parka this early in the season. It seems to get colder every year. Cheap electric crap. Never works when you need it. Damn, I was right. Pipes froze up again. Getting pretty late in the day. Guess I could take a nap. Ал мына жерде уже далада, яғни открытый мир дейді ғой. Мұнда FPS 130-140-қа түсіп кетті. Ал процессор 11%-ға жұмыс жасай бастады. TDP 90 ватт.
Cold is making my head feel thick. I'm gonna need some. Ал енді қорытындылай кетейік. Бұл процессор қазіргі таңдағы ең мықты процессор, бірақ сапасы мен бағасын салыстыратын болсаңыздар, әрине қымбаттау. Бірақ жұмыста жасаймын, ойында ойнаймын десеңіздер, дәл осы процессор сіздерге арналған. Ақшасы бар адамдарға осы процессорды алуға кеңес беремін, себебі алдағы 3-4 жылда смело жұмыс жасайды. Ал енді бюджетке қарайтын болсаңыздар, және тек қана ойын ойнайтын болсаңыздар, онда AMD Ryzen 7 7800X3-ні алсаңыздар, ол да ойынға смело жетеді. Әрине мен бұл процессорлардың бағасын қазір айтпай-ақ қояйын, өздеріңіз интернеттен қарап алсаңыздар болады. Және бұл процессорлар және тағы да көптеген техникалар біздің дүкенімізде бар. Сонда алсаңыздар болады. Сонымен менің жасаған настройкам өзінің пигіне жетті деп айта алмаймын. Себебі мен BIOS-ты қатты өзгерткен жоқпын. Мысалға Cinebench R23 мультикор тестінде 43 мың балл жинадық. Ал Водянка, Razgon процессоры және озумен 45-46 мың балға жеткізуге болады. Сіздерде Водянка жақсы болу керек, себебі BIOS настройка, яғни Razgon дейді ғой, соны жасап жүрген адамдар түсінеді. Оны көп тест жасау керек, ал оған көп уақыт кетеді. Әзірше біз осы XMP плюс POV минус 20 мен тест жасадық. Алдағы уақытта біз одан да үлкен шыңына жеткіземіз деп ойлаймыз. Сондықтан біздің видеоларымызды жібермей қарап жүріңіздер. Ал осымен біздің бүгінгі видеомыз тәмам. Видео ұнаса лайк басыңыздар, коммент қалдырыңыздар және міндетті түрде осы каналға жазылып кетіңіздер. Келесі кездескенше.